Бастың қышу себептері қандай? Сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім? Егер осы тақырыбым сіздерге пайдалы болып, көмегі жарап жатырса, міндетті түрде подписаться батырмасын басып, өз ойларыңызбен бөлісіп, комментарий жазыңыздар. Егер подписки бөлімінде болсаңыздар, міндетті түрде менің әрбір шығарған ең алғашқы видеомды сіз көресіз. Неліктен бас қышып кетуі мүмкін? Терінің қышуы мен тітіркенуінің жиі кездесетін себептері бұлар. Егер қатты қышып кетсе, бас терісін қалай жақсартуға болады? Қышынудың көптеген себептері бар. Олар бастың кенеттен және қатты қышуы басталған жағдайда күдік тудырады. Сіз өмірде осындай адамды таба аласыз және оны барлық жағымсыз сезімдерден құтқара аласыз тек дәрігермен бетпе-бет кеңес беру кезінде, жеке тексеру кезінде ғана. Әсіресе қатты қышу шаштың қарқынды түсуімен, немесе жаралармен, немесе бас терісінде қызылдақтар пайда болатын жағдайларда. Алайда трихологтардың тәжірибесінде жиі кездесетін себептер бар. Олар көп жағдайда қатты қышу мен бас терісін тітіркендіруі. Олардың кейбіреуімен күресу түрі бұл нақты болу керек және кейбірінде үй жағдайында болу керек. Егер бастың қатты қышуы болса, бірінші кезекте ақылға келеді. Биттер немесе кенелер сияқты паразиттер шашқа енбеді ме деген. Тек дерматолог қана паразиттік инфекция, мысалы педикулез, немесе қышудың пайда болу ықтималдығын толығымен жоя алады. Немесе алдымен жақын адамнан шашыңызды тамырлар мен бас терісіне үлкейту лупасымен мұқият тексеруді сұраңыз. Сибарея. Бас терісінде тітіркену пайда болуының тағы бір жиі кездесетін кінәсі. Оның себебі шамадан тыс майдың пайда болуы және май секрециясы құрамының өзгеруі. Терінің күйіне және май бездерінің белсенділігіне байланысты ол құрғақ, майлы немесе аралас болуы мүмкін. Көбінесе сибарея бас терісінің қатты қабығын тудырады, оны қайызғақ деп атайды. Ереже бойынша сибареялық дерматит ауыр созылмалы ауру. Оны өз бетімізше емдеу қиын. Емдеу жан-жақты болуы керек және бірнеше айға созылуы керек. Арнайы медициналық сусабындар, дерматологиялық лосьондар, препараттар, иммуномодуляторлар және терапевтік диета бар. Сибареялық дерматиттің соның ішінде тітіркену мен қышудың салдарын жеңу үшін жүйке кернеулерінен, өткір гормональды ауытқулардан және организмнің иммунитетін әлсірететін барлық нәрселерден, мысалы созылмалы инфекциялардан және асқазан ішек жолдарының ауруларынан аулақ болуы керек. Сусабындар мен шашты күтуге арналған басқа құралдарға аллергия болуы мүмкін. Көбінесе бас терісі сусабыны мен шаш маскасын ауыстырғаннан кейін қатты қыши бастайды. Егер қышу кенеттен пайда болса және жаңа косметиканы сынаумен сәйкес келсе, ескі дәлелденген сусабынға оралуға тура келеді. Ол мұндай реакцияларды тудырмайды. Немесе балаға арналған бейтарап сусабынын қолданып көріңіз. Құрамында натрий лаураты немесе лавр сульфаты жоқ. Ол жиі жуу негізі ретінде қолданылады. Егер сусабын ауыстыру көмектеспесе және басы қышып жатса, сіз терге компьютерлік диагноз қою үшін және мүмкін аллергия сынақтарын жүргізу үшін дерматологпен немесе одан да жақсы трихологпен кеңесуіңіз керек. Қатты құрғақ тері көбінесе бастың үнемі қышып кетуіне әкеледі. Егер шашыңыз құрғақ және сынғыш болса, ол баяу ластанады, қатты электрленеді және ылғалды тез сіңіреді. Мүмкін май жеткіліксіз шығарылуы мүмкін. Кейде құрғаған бас терісі сыртқы
жағымсыз әсерлерден өзін қорғау үшін көбірек май шығара бастайды. Мұндай терінің реакциясы майлы тамырлардың өсуіне байланысты қателеседі және шашқа арналған май өнімдерін пайдалану бас терісін құрғатады. Трихологтар шашты арнайы ылғалдандыратын сусабындармен жууды ұсынады. Қарқынды ылғалдандыру үшін бальзамдар, кремдер мен маскалар қолдануды ұмытпаңыз. Терінің өте құрғақ болуы дәрумендердің, минералдардың, қанықпаған май қышқылдарының жетіспеушілігінен өте қатты қышуы мүмкін. Шаш бояғыштарына аллергия. Бұл қыздар мен әйелдердің басы қатты қышуының тағы бір себебі. Көбінесе аллергиялық реакцияларға тұрақты аммиак пен сутегі асқын тотығы кіретін шаш бояуы әсер етеді. Аммиаксыз бояулар мен тональды сусабындар бас терісіне жұмсақ әсер етеді. Алайда олардың көмегімен шашты бояу арқылы сіз аллергиядан да қорықпайсыз. Нәзік құрамға қарамастан, олар сіздің басыңызды қышта алады. Бас терісінің саңырауқұлақ аурулары, яғни грибок аурулары. Саңырауқұлақпен зақымдануы сонымен қатар күрделі және ұзақ мерзімді емдеуді қажет етеді. Егер бас терісі қатты қышып кетсе және қазіргі уақытта дерматологпен немесе трихологпен кеңесу мүмкін болмаса, саңырауқұлақтарды емдейтін дәріхана сусабындарын қолданып көріңіз. Дегенмен, саңырауқұлақтарды жою үшін дәрігер тағайындаған емдеу курсынан өту тиімдірек. Әдетте оған тек сусабындар мен лосьондар ғана емес, сонымен қатар антифунгальды препараттар да кіреді. Кейде иммунитетті де жоғарылату керек. Сибарея қайызғақ май бездерінің дұрыс жұмыс істемеуі шаштың негізгі проблемаларына әкеледі. Өте жағымсыз болады қайызғақ. Бұл төзімсіз қышу мен терінің зақымдалуымен бірге жүреді. Сондай-ақ иықтар мен белдер ақ ұлпамен жабылады. Тек бұл ұлпалар қышудың көзі болып табылады, теріні тітіркендіреді. Жеңіл жағдайларда қайызғақты үйде өздігінен емдеуге болады. Құрғақ бас терісі, тағы да май бездерінің дұрыс жұмыс істемеуі және басқа да себептер шаш пен терінің құрғауына әкеледі. Бездер құрғақтықты кетіруге және әлсіреген теріні қоршаған ортарының теріс әсерінен қорғауға белсенді түрде тырысады. Осылайша бүкіл бетті май қабығымен жабады. Шашта тез кірлей бастаса, көптеген ластаған таяқшалар, бактериялар мен микробтар күшті дамиды. Ондай кезде сіз майлы тері мен майлы шаш түріне ұшырайсыз. Шашты жиі жуу теріні одан сайын құрғатады. Жарықтар мен сызаттар қатты қышиды. Жуғаннан кейін бәрі серпіліп, электрленеді, түктер бөлініп, үзіліп кетеді. Ылғалдандыратын маскалар ағзадағы дәрумендер мен минералды заттармен толықтыру, дұрыс және дұрыс тамақтану, жуу, кептіру ережелерін сақтау, бұйра шаштарды күн, жел, аяздан қорғау бұл мәселені шеше алмайды. Медициналық мекемеде дерматологтың бақылауымен ем қабылдаған дұрыс. Бірақ егер қандайда бір себептермен бұл мүмкін болмаса, онда симптомдарды шай ағашының қабықтары мен арнайы сусабындармен жоюға тырысыңыз. Паразиттер, биттер, шаш кенелері. Міндетті және шұғыл емдеуді қажет ететін тағы бір өте ауыр сақым. Бұл кезде дерматологқа бару керек. Көбінесе бұл биттер. Биттер кез келген жерден секіре алады. Әсіресе көп адамдар немесе адамдардың үлкен тобы бар жерде. Сіз оны ұлғайтқыш әйнектің астынан
Бас терісін мұқият зерттей отырып анықтай аласыз. Мұны дәрігер жасайды. Үйде тек дене инфекциясын анықтау мүмкін емес. Битті тексеру, педикулезді емдеу, яғни өте қарапайым және ұзақ уақытқа созылмайды. Арнайы сусабындар мен кейбір халықтық емдеу әдісін қолдануға болады. Мүмкін терінің қышуының ең көп таралған көздерінің бірі болуы мүмкін. Өйткені сізде керемет аллергиялық реакциялар пайда болуы мүмкін. Ең бастысы тағамда реакция болуы мүмкін. Бүгінде көптеген адамдар шашты күтуге арналған құралдар, яғни сусабындар, бальзамдар, маскалар, сәндеуге арналған құралдар және сәндік косметикалар арқылы аллергияға тап болады. Ол әдетте бөртпелермен, қызарумен, қышумен және кейде ісінумен бірге жүреді. Аллергия шашты күтуге арналған әдеттегі өнімді ауыстырған кезде пайда болуы мүмкін. Егер ескі дәріге қайта оралу аллергия мәселесін шешпесе, онда сіз трихологпен байланысуыңыз керек. Мәселенің шешімі аллергенді табу және әрине оны жою. Мұны аллерголог кеңсесінде жасаған дұрыс. Кір жуғыш заттар, мата жұмсартқыштар құрамында көптеген химиялық компоненттер бар. Олардың кез келгені терінің тітіркенуіне және тиісінше аллергиямен қышуға әкелуі мүмкін. Денедегі көптеген әртүрлі проблемалардың көзі жүйке кернеуі, стресс, депрессия, невроз. Стресс шаштың өзгеруіне, май бездеріндегі бұзылуларға, қан тамырларының спазмына, қанның микроциркуляциясы проблемаларына әкелуі мүмкін. Осы жағдайда метаболизм зардап шегеді және терінің тітіркенуі пайда болады. Бұл тітіркенуді жою үшін ең алдымен стрессті жағдайларды болдырмауға және жүйкеңізді тыныштандыруға седативті дәрі-дәрмектер ішу керек. Оны невропатолог дәрігер тағайындайды. Сонымен бірге бас терісі мен мойын омыртқасын уқалау керек. Нашар тамақтану, тәтті, ащы, кофе, ысталған консервілерді және басқаларды шамадан тыс пайдалану. Бұл өте пайдалы өнімдер емес. Сондықтан оларды толықтай ішу теріге әсер етеді. Дерматит, экзема, безеу, бөртпеге ұшырайсыз. Бұл тері көріністері әрдайым қышу мен бөртпелердің қатты таралуымен бірге жүреді. Бұл мәселені жеңу өте қарапайым зиянды тамақты жою үшін қарапайым су ішіп, аз мөлшерде дәмдеуіштер мен майсыз тағамдарды ішіңіз. Қышу мен бөртпелер тез кетеді. Дұрыс емес бас киім. Тығыз және синтетикалық бас киім көбінесе басқа ыңғайсыздық тудырады. Шығудың бір ғана жолы бар. Табиғи материалдан жасалған бас киімді бірден ыңғайлыға ауыстырыңыз. Сонымен қатар әртүрлі шляпаларды белгілі бір температурада кию керек. Және бас терісінің ысып кетуіне, сонымен қатар қатты салқындатуға болмайды. Осы негізгі себептерден басқа қайталама себептер де бар. Оларға мыналар жатады: қан айналымының бұзылуы, асқазан ішек аурулары, отырықшы өмір салты, шаш кептіргіштерді жиі қолдану. Әрине, көптеген себептер бар және әр қайсысын өте ұзақ уақытқа таңдауға болады. Егер сіздің себебіңіз негізгі себептердің арасында болмаса, сирек кездесетін жағдайларды табу үшін маманға жүгінген жөн. Бірақ бас терісінің қышуының себебін таңдау керек, табу керек. Өйткені бұл ауыр аурудың симптомы болуы мүмкін және шаштаразға бару қиынға соғады сізге. Көргеніңіз үшін көп рахмет сізге.
қазақша YouTube арнама қолдау көрсетіп тіркеліңіздер. Дендеріңіз сау болсын ағайын.